Армысыздар, құрметті отандастар. 6 мамыр 2023 жыл сағат Астана уақытымен 20:31. Міне бүгін Азаттықтан ақпарат таратып жатыр. Мына елде военкоматтың өкілдері көшелерде қазақтың жігіттерін аулап күшпен неге әскерге әкетіп жатыр. Анау Ресейде сияқты. Былтыр естеріңізде ғой, Ресейде мынау соғысқа солай көшелерден аулап мобилизация деп әкетті. Азаттықтың материалы. Армияға кетіп бара жатыр ма? Көшеден алып келді ма? Өздеріңіз барасыздар ма? Көшеден алып келді ма? Мен жамаш алдынан келесіз. Алдынан келесіз. Жұмыстан алып кетті, военкоматтан. Жұмыстан келіп алып кетті ғой. Алдынан қайсы келеді ма? Жоқ. Диплом алу керек болсын, майдың аяғында. Жаңа маған бастық айтып жатыр ғой, сіз оқып жатқандарда әкеліп жатыр. Мен жаңа справкасына әкелді деген справкасына әкелсек, даже қарап жатқан да жоқ. Көрдім, мынау жанында кісілер болсын, тұрған кісілердің балдарын бір солай оқып жатыр, справка берілген, оқып жатыр дейді. Бірақ оның не жоқ. Жаңағы военкоматтан қалды ғой. Ондай жоқ, кетті, нағылы көшеден алып сабады. Бұл не біз Россиямыз ба? Қазақстан Республикасының азаматтары 18 бен 20 жас аралығында балалар. Қазақстан Республикасының президентінің указынан кейін біз бәрін жоспар бойынша әр қалада, әр департаментте жоспар бар. Сол жоспар бойынша жұмыс жасап жатырмыз, атқарып жатырмыз қазір. Ал көшеден сырттан алып кету заңсыз емес ба? Заңсыз емес. Көшеден алып кету заңсыз емес пе десе, заңды дейді бәрі, иә. Қараңыздар, ол заңсыз әрине. Повестка беру керек, сосын жаңағы естіп жатсыздар ғой. Жаңағы бәрі жиналған ата-аналар дейді, балалардың жоғары білім және басқа техникумда оқып жатыр. Нені бердік, анықтаманы бердік, оған қарамастан әкетіп жатыр дейді. Бұл не, Россия болып кеттік пе дейді. Сосын назарды аударғым келетін сіздердің мына бірыңғай қазақтарды әкетіп жатыр. Қараңыздар. Бұл жерде, құрметті отандастар, бұл деген әрине саясат. Бұл тек қана мәселен жаңағы мынау әскерді толтыру емес, мынау Ресейдегі ахуалға байланысты. Мен қазір бұны дәлелдеп беремін. Ал негізінде мынау әскерге жібермеуге балаларыңызда екі себеп бар. Бірінші себеп, мен жаңағы бірнеше материал қойдым. Былтыр бірнеше ондық балалар өз-өзіне қол жұмсап өлгендер бар, бірнеше ондық. Себебі мынау Қазақстан әскерінде орыс әлемнің тәртібі орын алды. Анау қылмыскерлердің жаңағы түсінігі бойынша понятие дейді жаңағы. Кәдімгі балаларды ұрады, соғады, зорлайды, соны бейнеге түсіреді, сөйтіп шантаж жасатып, мінекей мынаны жариялаймыз деп ақша алдыртады. Осындай бір себеп. Екінші себеп әрине мінекей қазір мынау Ресейдегі ахуал. Мінекей Ресейде қазір анау Путин егеу құрық сияқты бұрышқа тығылды, енді не істерін білмей жатыр. Ол деген жақында мынау бейнені қойдым ғой, мына әрекет бойынша ол деген өзінше ойлады, мынау арандату жасатып атом қаруын пайдаланады деп, мынаны әдей жасады, мынау өздері ФСБ-лар. Бірақ ана төбеде көп тұрсаңыз, екі мінекей ФСБ-ның несі шығып баратқаны. Бұлар бүкіл жоспарларын бұзып жүрді. Мыналардың бәрі көрді, бүкіл дүние жүзінде бәрі көрді, мінекей екі ФСБ-ның адамы. Сөйтіп бұлар түнде 3:30-да мынау кім жүреді? Украинецтер жүре ма? Төбенің үстінде ФСБ-ның. Сөйтіп бұлардың былықтары шығып қалды да, бұлар негізінде Украин шабуылын атом қаруын пайдаланып, мінекей Кремльге шабуыл жасалды деп. Егер де мына екі ФСО-ның адамы көрінбесе, сосын мынау жарыс кішкене үлкенірек болса, онда бұлар мына кезінде Гитлер нетті ғой, Рейхстагты жақты. Сосын соны сылтау қылып, жаңағы хрустальный нож деп бәрін жаңағы өзінің қарсыластарына әрекет жасады. Путин да осылай жасамақшы болды, бірақ ФСО-ның қызметкерлері осындай не жұмыс жасады, дұрыс жасаған жоқ та, өзінің жұмыстарын таза жасаған жоқ, былығып қалды. Енді мінекей жағдай қалай? Қазір Ресейде ахуал. Мынау Вагнер деген бір сұмырай бар, соны тыңдаңыздар. Я сказал, 2 мая будет последний сильный дождь. Погода сухая.
танки и артиллерия уже могут кататься, правильно? Да. 9 мая, может быть, украинцы не захотят подчеркнуть а-ля денацификация, да, там фашистский режим и все остальное, да? И поэтому, может быть, 9 мая не дадут передохнуть. Ну, до 15-го наступления будет просто вот 100%. Вокруг нас сейчас находится 70 батальонов ВСУ. Это 35 приблизительно тысяч человек. У меня вот флешка, вот просто каждый день пачками тысячи тел, которые мы вытаскиваем, кладем в гробы и отправляем по домам. Бұл бейнені сұхбат беріп тұр Пригожин журналистке сәуір айында болған мінекей. Мамырдың басында жер кебеді, танктар жүре алады, сөйтіп украиндар шабуылға шығады дейді мінекей. 35 мың әскері дейді. Бұлар қазір түсініп отыр, мінекей қырылып жатыр дейді. Мінекей шабуыл басталмай жатыр, қырылып жатыр дейді. Сөйтіп бұларда паника, мына келесі бейнені бәрін көрген шығарсыздар, көрмегендеріңіз мінекей назар аударыңдар. Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Слушайте меня, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы. И чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха, блядь. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Міне, сөйтіп бұл мына кім бейне жасады да, кім Пригожин, мына ЧВК-ның, Вагнердің, Пригожин өздері қашып жатыр қазір, кетеміз дейді. Обращаюсь от себя лично, от Совета командиров ЧВК «Вагнер», от бойцов ЧВК «Вагнер». Я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Бұл кадр не істейді Путин? Путин кадр мынау бүкіл өздерін жаңағы бар адамдарын әскерге тығады, және де Белоруссия, Қазақстан әскерлерін пайдаланады. Себебі белорустарда кім мынау Тоқаевта тәуелді толық Путинге, Путин аузына қарап тұр. Сөйтіп қазір сіздердің ұлдарыңызды шығарады, әскерге алып барады, дайындайды, бір-екі айдан кейін учение деп алып барады шекараға, сосын мынау соғысқа айдайды. Бұған жол бермеу үшін не істеуге болады, құрметті отандастар? Мынау ұлдарыңызды шұғыл түрде әскерден қайтарыңдар. Алып кетті ма, бәрін шығып ұлдарды қайтарыңдар. Мына екі себеп тағы да айтамын. Зорлайды, өлтіреді, ал ең басты мінекей қазір соғысқа, Путиннің соғысына айдайды. Бұған жол беруге болмайды. Бұл анық, мен көріп тұрмын. Путинде қазір қараңыздар, Ресейде орыстар, мысалы анау ДНР, ЛНР, Крым ғана емес, Ресейде шекара, Белгород, Брянск, Рязанда ата-аналары ұлдарын подвалдарына үйлеріне тығып, тамақтарын ғана беріп жасырып жатыр. Оның сыртында 1,2 миллион орыстың жаңағы жігіттері шетелге қашты, әскерден алып кетпесін деп. Ал мына жерде, мына қарап тұрсаңыз, бірыңғай қара көздерді Қазақстанда бәрін аулап жүріп, әке-шешелері бәрі ынжық сүмелектер, үнін шығармай жүр. Мен қазір аналарға шақырып жатырмын, аналарынан жүр жасаймын. Шығарыңдар бүкіл әкелерін, жаңағы аталарын, нағашыларын, бәрін ұлдарын үйге қайтарсын. Бұл Тоқаевқа сенім жоқ. Жаңағы военкомат айтып тұр ғой, Тоқаев указ берді деп. Тоқаев былтыр естеріңізде ғой, не берген, бұйрық берді, атыңдар бәрін террорист деп. Не болды? Сотталды ма біреу? Жауапқа шыртқа тартылды ма? Мың жерде де қазір бақыламайсыңдар, балаларында соғысқа бір тап жайлады. Сондықтан шұғыл түрде ұлдарыңызды біріншіден ешкімде бермеңдер, ал алып кеткен болса, военкоматқа барып, қажет болса қиратып, сындырып, бірақ балаларыңызды сақтап қалыңдар, әскерге жібермеңдер. Мен осыған шақырамын.